Тұт ағашы тұт тұқымдасына жататын ағаш. Оның жапырақтары жібек құртының негізгі қорегі болып табылады. Бұл ағаш Шығыс және Оңтүстік Шығыс Азия, Оңтүстік Европа, Солтүстік Американың оңтүстік бөлігінде, Оңтүстік Американың солтүстік батысында, ішінара Африкада таралған. Біздің елімізде климаты жылы оңтүстік өңірлерде өседі. Бұл жемістің көптеген түрлері бар, бірақ ең көп таралған екеуі ол ақ тұт және қара тұт. Оның жемістері ғана емес, сонымен қатар тұт ағашының ағашы да бағаланады. Одан музыкалық аспаптар жасалады. Тұттың бай дәрумендік құрамы бар. Оның құрамында көп мөлшерде каротин, С дәрумені, сондай-ақ В дәрумендері бар. Сонымен қатар жидектерде көптеген микроэлементтер, әсіресе калий, магний және натрий бар. Тұт жидегін витамин тапшылығы кезінде тұтыну ұсынылады. Олардың бай құрамы витаминдердің жетіспеушілігін өтей алады. Жаңа піскен тұт жемісі 88% судан тұрады және оның бір кесесінде, яғни 60 граммда бар жоғы 140 калория бар. Тұт ағашының ерекшелігі ол 2 жылда бір рет өнім береді. Тұт жемісі ісінуді жақсы жояды, өйткені ол диуретикалық және терлеуді басатын әсерге ие. Сондықтан ол денеде сұйықтықтың сақталуын тудыратын, жүрек және бүйрек аурулары бар адамдарға пайдалы. Жидектерде ас қорытуды жақсартатын көптеген диеталық талшықтар бар. Дегенмен диетадағы артық тұт диареяны тудыруы мүмкін. Сондықтан модерацияны сақтау керек. Аз мөлшерде жидектер іш қатуға көмектеседі. Сондай-ақ тұт иммундық жүйе мен сүйек тінін нығайтуға, ағзадағы зат алмасуды жақсартуға және қартаю процесін бәсеңдетуге көмектеседі. Жидектерде көмірсулардың көп мөлшері бар. Олар дене белсенділігінің жоғарылауы кезінде денені энергиямен тез қамтамасыз етеді. Тұттың қабынуға қарсы әсері де бар. Ол бактериялардың көбеюінен туындаған еркектердегі простата ауруларының қаупін азайтады. Тұт денені белсенді өсу үшін өте маңызды витаминдермен қанықтырады. Ақ тұт аллергияны сирек тудырады, сондықтан оны тағамға қызығушылық танытқан сәттен бастап балалардың диетасына біртіндеп енгізуге болады. Ежелгі медицинада тұт көптеген ауруларға ем ретінде қолданылған. Халықтық медицинада жөтелге қарсы дәрі ретінде қолданған. Көбінесе ішек жұмысын реттеу үшін тағамдық қоспалардың құрамына кіргізген. Ежелгі медицинада олардың жемістерін жесе, олар жақсы қан түзеді, құрғақ миды ылғалдандырады, ішкі органдардағы бітелуді ашады, бауыр мен көкбауырдың нашар жағдайын жақсартады деп есептеген. Жемістер денені толтырады, потенциалды арттырады, бүйректі майлайды, зәрді шығарады және олар қан қысымын төмендетеді, қызамықтың емі болып табылады. Жапырақ ұнтағы сыртқа жағылғанда мозольді және жараларды емдейді. Сірке суы бар піспеген тұт жемістері сыртынан қолданғанда терідегі жарықтар мен аллергияны емдейді. Егер осы тұнбаның 35 граммын ішсеңіз, тұт жапырағы шырыны жәндіктердің уларын кетіреді. Орталық Азия елдерінің халық медицинасында ақ тұт жемістері ас қорытуды және қан жасау мүшелерінің жұмысын жақсартуға, анемияға және созылмалы панкреатитке қолданылады. Қара тұт жемістері қант диабеті мен гипертонияны емдеуде қолданылған. Қара тұт жемістерінің шырынын қайнату жүрек аурулары мен есек жемдерді емдеуде пайдаланылған. Сонымен тұт жидектерінің құрамында денені энергиямен қамтамасыз ететін және балалардың белсенді өсуі үшін маңызды витаминдердің микро және макро элементтердің көп мөлшері бар. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Тұтта ас қорыту жолын қалыпқа келтіретін көптеген диеталық талшықтар бар. Бір порция күнделікті талшықты тұтынудың 10% қамтамасыз ете алады. Жүрек және қан айналымы жүйесінің жұмысын сақтайды. Талшық қандағы холестерин деңгейін реттейді. Осылайша жүрек саулығын сақтайды. Темірдің жоғары деңгейі анемияның алдын алуға көмектеседі. Тұттағы антиоксиданттар жүрек қан тамырлары ауруларынан қорғайды. Сонымен қатар бұл заттар теріні серпімді етеді. Қатерлі ісік қаупін азайтады. Сүйек тінін нығайтады. Сау сүйектер мен тістер үшін тұт ағашында кездесетін кальций өте пайдалы. Оның құрамында магний, темір және фосфор да бар. Жидектер қарт адамдар үшін ең пайдалысы болады.
тұтыну нәтижесінде сүйек тіндерінің минералдануы реттеледі, остеопороз және басқа да сүйек ауруларының қаупі төмендейді. Сондай-ақ көздің көруіне жақсы. Каротиннің арқасында тұт жемісін пайдалану көздің тіндерін күн сәулесінің зиянды әсерінен қорғауға көмектеседі. Ол сондай-ақ катарактаның пайда болуына және тордың, яғни сетчатканың созылмалы ауруларына қарсы тұрады. Салмақты жоғалтуға көмектеседі. Төмен калориялы және судың көп болуына байланысты тұт диетаға жарамды. Алайда кейбір жағдайларда тұт жемісін тағамда жеу ішкі органдардың жұмысын бұзады және жағымсыз салдарларға әкелуі мүмкін. Тұт қан қысымын төмендетеді, сондықтан гипотониялық науқастарға жеу ұсынылмайды. Тұтты аш қарынға қолдануға болмайды. Бұл асқазан ішек жолдарынан жағымсыз әсер туғызуы мүмкін. Тұтты шамадан тыс тұтыну аллергиялық реакцияны тудыруы мүмкін. Қант диабетінде тұт жемістері қанттың жоғары болуына байланысты тұтынуға ұсынылмайды. Тұт жемісі жаз айларының алғашқы күндерінде пісетін болғандықтан және алда жаз айлары жақындап келе жатқандықтан ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Тұт жемісін емдік қасиетте қолданыңыздар. Дендеріңіз сау болсын.